Баяғыда мақта қыз болыпты. Оның мысығы бар екен, екеуі айырылмас дос екен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Мысық келмейді. Мақта қыз «Келмесең келме» деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Қайта сұрап мақта қыз айтпаған соң мысық «Ендеше мен сенің сүтіңді төгіп тастаймын» дейді. Мақта қыз «Мен құйрығыңды кесіп аламын» дейді. Мысық сүтті төгеді, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық «Апа, құйрығымды берші» деп өтінеді. Мақта қыз болса «Менің сүтімді қайтар» дейді. Сөйтіп мысық сиырға барады. «Сиыр, маған сүт берші» деп сұрайды. Сиыр «Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші» дейді. Мысық ағашқа барып «Ағаш, жапырағыңды берші» деп сұрайды. Ағаш болса «Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін» дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, маған су беріңіздерші» деп сұрайды. Қыздар оған «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз» дейді. Мысық дүкенге барады. «Дүкенші, маған сағыз берші» дейді. Дүкенші болса «Маған ендеше жұмыртқа бер» дейді. Мысық тауыққа барады. «Тауық, маған жұмыртқа берші» деп сұрайды. Тауықтар болса «Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз» дейді. Мысық «Енді не қыламын» деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. «Жаның барында айт, үйіңде не бар?» дейді. Тышқан қорыққаннан «Үйімде бір табақ тары бар» дейді. Мысық «Маған бір уыс тары бер» дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны барып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар оған су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Ал сиыр болса мысыққа сүт береді. Сүтті апарып мақта қызға береді. Ал мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді.